Жедел мәлімдеме барша хабардар және сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Елімізде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Қарағандыға 3 күннен соң жылу беріледі. 30 қыркүйектен бастап Қарағандыда жылыту маусымы басталады деп хабарлайды Бақ.кз. Облыс әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Қарағандыда жылыту маусымы 30 қыркүйекте басталады. Бұл туралы қала әкімі Мейрам Қожықов Instagram парақшасында хабарлады. Бейсенбіде іске қоса бастаймыз. Менің ойымша, бұл үшін 2 күн жеткілікті болады. 3-те жабдық жылу беруге дайын. Ал сенбіде 30 қыркүйекте біз жылытуды бастаймыз. Бірақ бұл бір күндік процесс емес. Бірден батареялар ыстық болмайды. Қазір біздің желілер суық суға толы. Жұма күні станцияларға 45-65 градус жылы су беруге тапсырыс береміз деп жазды қала басшысы. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді лайк басуды және қолдан келгенше достарға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең.